Ассаламу алейкум рахматулла. Үшінші сабақ жуан әріптер. Араб тілінде 7 жуан әріп бар. Бірақ осы 7 жуан әріптің өзін жуан әріптер және өте жуан әріптер деп бөліп қарастыруға болады. Ең алдымен жуан әріптерге келетін болсақ, жуан әріптер үшеу: хо, ғойн және қоф әріптері. Бұл әріптердің жіңішке әріптерге қарағанда айырмашылығы харакатында. Толығырақ түсіну үшін харакатымен жеке-жеке оқып көрейік. Хо әріпі: хо, хи, ху. Хо, хи, ху. Келесі ғойн әріпі: ғо, ғи, ғу. Ғо, ғи, ғу. Келесі қоф әріпі: қо, қи, қу. Қо, қи, қу. Енді өте жуан әріптерге келетін болсақ, өте жуан әріптерге мына 4 әріп жатады. Олар сод, дот, то және во. Бұл 4 әріптер өте жуан дыбысталады. Оны 3 харакатымен де оқып көрген кезде жіңішке әріптерден өте ерекшеленіп тұрады. Мысалы оқып көрейік. Со, сы, су. Яғни сод әріпін кәсрамен оқыған кезде си деп жіңішке айтпаймыз, сый жуан айтамыз. Даммамен де дәл солай. Су, со, сы, су. Со, сы, су. Келесі до, ды, ду. До, ды, ду. Келесі то, ты, ту. То, ты, ту. Келесі во, вы, ву. Во, вы, ву. Бізде жуан әріптерге жатқызуға болатын тағы да бір әріп бар, ол ро әріпі. Ро әріпін біз нақты жуан әріпке жатқыза алмаймыз, себебі ол кейде жуан, кейде жіңішке оқылады. Ро әріпін фатхамен оқыған кезде жуан оқимыз, бірақ кәсрамен оқыған кезде жіңішке оқылады. Ро, ри, ру. Ро, ри, ру. Осымен сабағымыз тәмам. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.